Aşağı bastayız da travmayla kalacak bakma. Aşın aslan olsun, her günümüz düzdür. Sertlikki olsun, kazak kırıklarının günü gibi bileyim, yüreğim kırayım. Жас балалар отыра қойды. Ал шында қойып қаздар. Sizge 38 жаттығу берілді. Сызбадағы сурет пен тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрабай. Ал айта қойған. Сафия мектептегі ең үздік оқушы еді. Ол өнерлі қыз. Ол қол өнерге барып ойы ойды. Сафия келесі күні биге барып келеді. Биден кейін ән салуға барып ән салды. Жақсы балалар. Ал балалар, зат есім дегеніміз не? Ал қанша айта қойды. Жақсы балалар. Ал балалар, негізгі зат есім дегеніміз не? Басты айта қойды. Жарайсың. Ал туынды зат есім дегеніміз Кәусар айта қойды. Bir sözге жына жалғану арқылы жалғанған сөзді туынды зат есім дейміз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ал балалар, сендерге мына жерде алынған әріптер қойсақ сөздер шығады. Қандай сөздер екен? Ал бірге айтайық. Зат есімінің тәуелді етасы. Бұл балалар ашып сабағымыздың тақырыбы зат есімінің тәуелді етуі екен, иә балалар? Жарайсыңдар. Олай болса, кітапты оқулықта ашамыз. 40-шы жаттығуға қараймыз. Зат есімінің тәуелді етуі. Ал балалар, өлеңді оқиық. Қамет бастайық. Жалғастырамыз, иә? Бәріміз қарап отырамыз. Өнердің бәрі білінген, әкемді тыңдап күндеген, ақылыммен анамның сурет салуды үйренген. Ал сағыныш жалғастырамыз. Өнерде аз деген, атамды тыңдап күндеген, ақылыммен әжемнің ойын ойып үйренген. Аяғын жалғастырамыз. Өмірі сөздің аз деген, ағайды тыңдап күндеген, ақылыммен кешінің күйін тарту үйренген. Сендегі негізгі ой не туралы екен? Өнер туралы екен, дұрыс айтасыздар. Өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай дейді? Қандай болады? Мария, қандай болады? Ақылды бала. Ал қандай болады? Ол өнерлі бала, Өнерлі бала. Қандай? сымбатты бала. Сымбатты бала. Сағыныш. Ата-анасы, иә, Ұқыпты бала. ұқыпты бала. Одан сайын өздеріңді бағалап отырасыңдар. Ал енді балалар тапсырмада былай дейді, қарамен жазылған сөзге қандай мағына үстеп тұрғанын айтып көр. Өз ойыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр дейді. Ал балалар, бұл жерде қарамен қандай сөздер жазылып келген? Иә, Кәусар, қандай сөз жазылыпты? Әкемді. Келе ғой, тақтаға жазылады. Меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелді жалғаулар деп атайды. Өнері, әпке, әже, ағаты, атасы. Тәуелдік жалғаулар үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Досым, досың, досыңыз, досы, досымыз, достарың, достарыңыз, достары. Енді балалар, естеріңізге сақтаймыз зат есімінің тәуелді жалғаулары.
Birinchi жақта жекеше түрде алтын, көпше түрде ағыз, екінші жақта жекеше түрде ағыз, көпше түрде ағыз, үшінші жақта жекеше түрде көпше түрде енді қарайық. Екінші жақта сенің атың, сіздің атыңыз. Үшінші жақта оның аты. Көпше түрде біздің аттарымыз, сендердің аттарың, сіздердің аттарыңыз. Үшінші жақта олардың аттары болады. Жарайсыңдар балалар, сендер өте жақсы жауап беріп жатсыңдар. Ал балалар 41-ші жаттығуға қарайық. Кім оқиды? Кім оқиды? Мариям оқиды. Жауабы домбыра. Өте жақсы таптың, е? Ал балалар, тәуелдеулі зат есімдерді тауып, түбір сөздің соңғы дыбысы өзгеру себебін түсіндірейікші. Не себепті өзгерді? Алай көркем айтамыз. Ендік жалғау жұрнақмайдар түбір сөздің соңындағы қатаң к дыбысын ұянға өзгереді. Дұрыс айтады. Мына к дыбысы, қатаң к дыбысы ұянға қайтып отыр екен балалар. Өзгері отыр екен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, жұптық жұмыс жасаймыз, е? Ал өздерінің жұптарымен ақылдаса келе 42-ші жаттығуға қараңдар. Кітапқа қараңдар. Бұл тапсырмада суретке қара. Ыбырай Алтынсариннің кел балалар оқулық өлеңіндегі мазмұнның осы суретке сәйкес келетін жолдарды тауып көр дейді. Кәне бір-бірімен ақылдасыңдар, естеріне түсіріңдер, кел балалар оқу. Айдағы Нұрбақытау. Кел балалар оқулыққа көрінге ықыласпен тоқылық. Сисақның үстінде тоқу менен табылған. Жарайсың балалар, е? Ал балалар, осы жұмбақты мазмұнында не оқытыңдар? Ал жұбайды қой, Кәусар. Бұл өлеңде балаларды оқуға, білім алуға шақырып отыр. Барлық іс еңбекпен, біліммен табылады. Ең бірінші адамға ықылас керек. Жарайсыңдар балалар. Бұл өлеңде бізді Ыбырай атамыз оқуға, білімге, қайта түрге шақырып жатыр екен. Жарайсыңдар. Алынған Сенің кітабың, ол екінші жақта. екінші жақта. Келесі. Мәңгеліміз, е? Айт көркем. Біздің кітаптарымыз. Ол бірінші жақта. Бірінші жақта. Дұрыс айтасың. Келесі. Біздің кітаптарым. Сендердің кітаптар. Үшінші бе? Қаншасы жақта тұр? Екінші жақта. Олардың кітаптары ол үшінші жақта тұр. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Топқа мықты болыңыздар. Бірінші топқа атапсызма. Сәйкес табамыз. Екінші топқа тапсырма. Барлығымыз ақылдасып, е? Менің дәптерім. Менің золым. Сенің қаламың. Менің қаламым.
Менің. Тобымыз. Менің тобым. Біздің. Не болады? Біздің. Біздің тобымыз. Біздің тобымыз болады. Ал отыр ойында. Екінші топ. Сенің тілің. Менің дәптерім. Екінші жақ сенің. Сенің қаламың. Қаламың. Келесі. Сенің топтарың. Сендердің. Көпше түрде болады. Сендердің топтарың. Жақсы, келесі. Үшінші тобы. Сенің дәптерің. Жақсы, отырыңдар. Менің кітапым. Ол бірінші жақ. Дәптерім. Менің дәптерім. Иә. Бірінші жақ. Өнерім. Жақсы. Дәптерім. Сенің үйің. Қай жақта? Екінші. Үйім. Менің үйім. Ал балалар. Келе ғой. Кім келеді? Оның анасы. Ойлап жауап береді. Оның анасы. Тыныш. Дұрыс екен? Сенің анаң. Дұрыс екен? Сендердің ойыншықтары. Дұрыс екен? Оның қаламы. Менің, сенің, оның. Бak. Onun avlu. Onun avlu. Hayla kadar. Aha. Dur, gelirse. Dış varayım. Bizim dapterimiz. Buna yedi para. Çok şey yapıyorsun. Çekici. Hayır. Bizim dapterimiz. Dur. Çekici tamam mı? Dur. Hayla. Dur. Dur. Şu an da çek. Onun anası. Sendiri oyuncaklar. Şimdi bir saniye. Сұрақтарың бар ма? Жоқ, олай болса үйге тапсырма. Үйге тапсырма 43-ші жаттығу. Берілген сөздерді тәуелдену ерекшелігіне қарай топтастырып жазамыз. Айта қойыңдар, кім қанша балл алды? 9 балл.
Бекжан? 9. Апай, 9 балық. 8. 8 балық. 7 бал. 9 балық. 8 балық. Апай. Иә? Ал қамшы? Қамшы? 10 балық қамшы. 8 балық. Жарайсыңдар балалар. Үйге тапсырма түсінікті болса жазып аламыз.